Кайырлы күн құрметті бизнес әріптестер, кайырлы күн құрметті менің достарым және құрметті ата-аналар. Менің бүгінгі видео түсірілім мектеп жасындағы балаларға денсаулығына арнауды жөн деп санап отырмын. Ол балаларда кездесетін проблемалар және оны шешу жолдары, қандай мүмкіншіліктері бар, сол жөнінде видео түсірілім жасауды жөн деп таптым. Егер менің видеом ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, әдеттегідей тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. 6 жас пенен 13 жас аралығындағы балаларда кездесетін ең бірінші проблема, көп ата-аналардың қазіргі таңда страдайт етіп жүрген проблемасы, ол тамақты дұрыс алмауы, баланың иммунитетінің төмен болуы және балада үздіксіз шаршаудың болуы, баланың қоршаған ортаменен байланысының нашар болуы. Осы қазіргі таңда проблемалармен көптеген ата-аналар кездесіп жүргеніне мен кәміл сенімдімін. Оны шешудің жолдары ең бірінші, баланы дұрыс тамақтандыру үшін біз қазіргі таңда мынау күнделікті ішіп жатқан кола, чипсы, жеп жатқан вредный нәрселерден бас тартқызып үйретуіміз керек. Ең бірінші, одан кейін дұрыс тамақтану режимін енгізуіміз керек. Одан кейін хронический усталостьқа керекті кальций витаминдерін беруіміз керек. Яғни сіз балаңызға қосымша күштер, яғни тамақпенен қосылатын биологически активный добавка берсеңіз, сіздің балаңыз өте жақсы нәтиже көрсететініне мен кәміл сенемін. Одан кейін бізде үнемі сорпа тамақ, яғни сүйек бала жеп отыру керек. Оны шешудің жолдары өте, мысалға, керемет кальций, шыншыдың детский кальцийі, ми кальцийі деген именно балаларға арналған, балалардың сабақ алуын жақсартатын, балалардың өмірге деген көзқарасын өзгертіп, керемет энергиясын қайтаратын керемет кальций өнімдері бар. Егер сізге ұнаса, менің YouTube каналымда сол видеолар, сол кальций жөнінде айтылған керемет видео таспалар бар. Қарап шығып, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіз сол видеоларды қарау арқылы өзіңіздің, мынау балаңыздың кездесіп отқан проблемасын шеше алатыныңызға мен кәміл сенемін. Келесі жолы біз 25 пенен 35 жас аралығындағы азаматтардың денсаулық жағдайы жөнінде видео түсіретін боламыз. Оларды жіберіп алмау үшін әдеттегідей тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жүздескенше сау саламатта болыңыздар.